Армысыздар ағайын, тікелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркінбай Ғабылды. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу мен даму жолында сөзсіз тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі ерен. Біз бүгінгі хабарымызда халықаралық деңгейдегі беделі зор тәжірибелі де білікті саясаткер Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетімізді әлемге танытқан сарабдал саясат жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, белгілі қоғам қайраткері Қуаныш Сұлтанов ағамыз және елбасы кітапханасының директоры Әмірхан Рахымжанов ағамыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық біріккен ұлттар ұйымындағы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы болсын, одан бертінде Еуразиялық одақ сияқты ұйымдардағы бастамаларының барлығы өміршең. Осының өміршең болуының себебі неде деп ойлайсыз? Рахмет, қайырлы кеш. Біріншіден, біз 1991 жылы 16 желтоқсанда әлемге өзімізді жариялар кезеңнің алдында, сол кездегі өте қысқа мерзімнің өзінде болса да, сондай қайшылықты кезеңнің өзінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның әлемдік қоғамдастықтағы орнын соны бағамдап, бағдарлап және үлкен дайындықпен келді деп мен айталам. Оған себеп біріншіден 91 жылы 29 тамызда ядролық полигонды жабу. Ол дүние жүзін дүр сілкіндірген ерекше жаңалық болды. Өйткені ешкім күткен жоқ ондай жағдайды. Одан кейін сол жылы, енді тәуелсіздік алғаннан кейін 92 жылы Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет тәуелсіз мемлекеттің президенті ретінде біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында үлкен баяндама жасады. Ол баяндамада Қазақстан деген кім, біздің болашақтағы дүниежүзілік қоғамдастағы қарым-қатынасымыз қалай болады, біздің мақсатымыз не, соның бәрін жинақтап ең негізгі жасампаздық тіректі жариялай алды. Сол бастамалардың, жаңа сіз айтып отырған бастамалардың ең біріншісі Азия елдерінің арасындағы сенім шаралары туралы ұсынысты сол жолда айтты Нұрсұлтан Назарбаев. Шынын айту керек, ол кезде біздің әлі өзіміз бұрын ондай халықаралық дәрежеде қарым-қатынасқа араласпаған кезіміз, одақтың құрамында болып. Ал енді сол жария болғанның өзін ішімізден сол кезде өкіметтің құрамында жүрген адамдардың өзіміз кәдімгідей қобалжып ойлап жүрдік. Бұл қалай сенім шаралары деген бұл жиналысты қалай өткіземіз? Қалай кім өткізеді? Оған кім қатысады? Міне осының барлығы әуел баста сұрақ болды. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев өзіне сенімді болды. Бізге айтылған кезіндегі өкіметке, барлық Қазақстан қоғамына айтылған бағыт бағдарлардың бәрінде осы жолдарға түсініктемесін берді. Тәуелсіздік алған күннен бастап бізді ең бірінші құттықтаған, біздің мемлекеттігімізді мойындаған Түркия сол кезде президенті Тұрғыт Озалдан келген телеграмма. Сол күннен бастап президент әлемменен қарым-қатынас жасап, басқа мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынас жасауды қолға алды. Қысқа мерзімде 5-6 айдың ішінде 160-тан астам мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнады. Міне сол кезде сол әлемнің үлкен саясаткерлері, әлемдік саясатқа ықпал ететін мемлекеттер, Америка құрама штаттарынан бастап, солардың барлығы Қазақстанға назар аудара бастады. Сол біз өзіміз бұрын тек Мәскеу біздің атымыздан сөйлеп, сыртқы саясатты біздің атымыздан тек Мәскеудің ғана құзырында болатын нәрсе, біз олармен тереземіз тең дәрежеде сөйлесе бастадық. Сөйлесіп жүрген әрине президент елдің туын көтеріп, біздің әнұранымызды жариялап айтқызып, міне осыдан басталды.
әлеммен танысу басталды. Ал енді ол танысу деген тек мен Қазақстанмын деп барғанменен жұмыс бітпейді ғой. Қазақстан бағдарламан қандай, болашақта ұстанымың қандай, қандай мемлекет, қандай құндылықтарың болады. Ол құндылықтарға кім қалай назар аударады, мысалы. Ең негізгі құндылықтар әрине бейбіт жасампаздық, бейбіт елдің тыныштығы, алдыменен өз еліміздің ішінде реформалар жүргізу, экономикалық реформалар жүргізу, саяси реформалар жүргізу арқылы біз дүние жүзінің өркениетті мемлекеттермен тереземіз тең боламыз деп жариялап кірістік. Осының бәрі үлкен құрметті назар аударды. Бәрекелді. Әмірхан Мұратбекұлы, елбасы кітапханасы қазір еліміздегі бір іргелі рухани орталыққа айналып отыр. Және айтқан елбасы жүзеге асырған халықаралық бастамалардың барлығы қазір әлемге аян. Соған байланысты әлемдік сарапшылар сіздердің орталықтарыңызға хабарласып, қазір енді осы зерттеу жұмыстарды тереңдеп жатқан шығар. Соның барысын сұрайын деп отырмын. Әрине, осы сәтті пайдалана отырып, Ереке Қуаныш Сұлтанұлы, барлығымызды кеше ғана өтіп жатқан бүкіл республикамызда тұңғыш президент күні құтты болып, мына келе жатқан үлкен төл мерекеміз, мына егеменді ел болғанымыздың ерекшелігі, сол үлкен мына мемлекеттік тұрғыда атап өтетін мерекеміз құтты берекелі болсын. Ал енді сұрағыңызға келетін болсақ, расында да Қуаныш Сұлтанұлы жаңа кең жаңағы тұрғыда өте жақсы барлығын сараптап берді. Ал енді кітапханаға келетін болсақ, әрине кітапхананы көп жерлерде сол классикалық түрдегі бір кітапхана деп есептейді. Негізі үлкен, көп салалы, үлкен кешенді орталық. Соның ішіндегі міне соның осыдан 20 жылдан астам бұрын өздеріңіз білетін елбасының жанында 30 жылдан астам бірге үзеңгілес жұмыс жасап келе жатқан белгілі саясаткер, саясаттанушы Махмұд Базарқұлы Қасымбеков басында сол Алматы қаласында басталып, кейін осы Астана қаласындағы 1997 жылдан бастап Астана осы қалаға Нұр-Сұлтан қаласында көшкеннен сол ғимаратта 2004 жылы президент аппараты және елбасын сол жерде істеген орында қазіргі қалыптасқан музейді құрастырған. Сол музей кейіннен үлкейіп бүгінгі елбасы кітапханасы құрамында жаңағы музейде бар. Негізгі айтайын дегенім, осы үлкен орталықтың жұмысы бірнеше кешенді, бірнеше тарапында. Соның ішіндегі ерекшелігі мына осыдан жаңа айтқанда 3 жыл бұрын Махмұд Базарқұлы осы үлкен бір ұсыныспен біз енді бір жерде отырмай бүкіл қазақстандықтарға, әрбір облыстарға мына жасалған жұмыстың елбасының өмірбаяны арқылы, осындағы экспонаттар арқылы, осындағы мыңдаған архивті материалдардың барлығын қолданып, қазақстандықтарға көрсетейік. Қалай мысалы 1990 жылдар жаңа Қуаныш Сұлтанұлы айтқандай басталған кезеңнен бастап бүгінгі деңгейге қалай жеттік, қандай қиыншылықтарды болды. Сондықтан жаңа өзіңіз айтқандай шетелдік сарапшылар және ғалымдар сұрақ қояды. Қалай Қазақстан басқа мемлекеттерге қарағанда топты жарып бүгінгі күні үлкен экономикасымен алдыға келе жатыр? Қандай себептер? Мысалы, қазақстандық жол, қазақстандық моделі, кейінгі кезде қазір Назарбаев моделі деген үлкен осы сарапшылардың арасындағы айтылып жатқан мәселе. Осыған байланысты әрине біз халықаралық конференцияларда дайындаған кезде Алматы қаласынан бастап, кейін Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, мысалы Шымкент, соның кейін ақырғы рет Тараз қаласында барып, сол кешенді жобалардың ішіндегі экспонаттардан басқа, негізгі экспонаттарда барамыз. Елбасын сонау 90 жылдардан баста 50-ден астам 53 үлкен ордендермен марапатталған әрбір мемлекеттен. Соларды көрсетіп, әрине сонымен қатар экспонаттар арқылы, архивтік материалдар арқылы біз үлкен халықаралық конференцияларда басқа елдің сарапшыларын, ғалымдарын тартып, олар ізденіс жолымен біздің материалдары арқылы үлкен осындай жаңағы жиындарда, форумдарда, конференцияларда сөз сөйлейді. Әрине бүкіл республикамыздың әсіресе студенттер, оқушылар қатысып, өте жаңа және жаңашыл бағдарламалар арқылы өздеріне көп мағлұмат алады.
Сонымен қатар әрине тек қана облыс орталығына емес, аудан орталықтарына да барып, аудан орталықтарына кітапханадан апарған кітаптарымыз бар, әрине кітапхана деп аталғаннан кейін. Сонымен қатар кісілермен кездесіп, экспонаттарды апарып, көшпелі жаңа жобаларда оқушылар көріп жаңағы нәрселердің барлығы қолмен ұстап кітаптарды ашып қарап, оның ішіндегі тағы да кейінгі шығарған мына Нұрсұлтан Назарбаев биографиясы, ол кісінің жаңағы өмірбаяны арқылы балалар табеліне шейін қарап, мен болашақта үлкен ел азаматы болам, президент сияқты болам дегенде, әрине осындай жаңағы экспонаттар арқылы және құралдар арқылы бір жақсы ашық сабақ ретінде осындай нәрселерді өткізіп жатамыз. Жақсы. Қуаныш Сұлтанұлы, енді өзіңізге қоятын сұрағым, жаңа өзіңізде сөзіңізде атап өттіңіз, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық антиядролық қозғалыстың көшбасшысы екендігі ол әлемге аян. Және өзіңіз айтқандай, Семей полигонын жапқан әрекеттен бастап, ол кісінің Біріккен ұлттар ұйымында көтерген осы ғаламдық ядролық қауіпсіздік мәселелеріне байланысты бастамалары әлі де өміршең. Жалпы енді осы қазірде бар ғой, осы ядролық мәселелер көп, түйткілді мәселелер көп. Соны шешуге қалай әсер етіп жатыр деген сұрақ қойғым келеді. Енді жаңа мен айтқанда назар аударсаңыз, ол мына адамдардың санасы өзгере бастады. Жалпы одан бұрын атом сынағын өткізетін ядролық мемлекеттер бар бізде дүние жүзінде. Сол атом сынағын, атом қаруын жасап жатқан, ядролық қаруды жасап жатқан сондай полигон жабылып қалады деген ешкімнің ойына кірмеген нәрсе. Ешкімнің ойына аяқ астынан дейсіз ғой. Бірақ біздің Қазақстанда ол қозғалыс басталып жүрді. Невада, Семей, Олжас Сүлейменов соны жетекшілік етіп, қоғамдық қозғалыстар. Соны осы Нұрсұлтан Назарбаев өзі өкімет басында отырғанда қолдап, осы бірге мына халықтың қолдауыменен бірге жалғастырды бұл мәселені. Әрине сынақ тоқталсын деген әңгіме болып жатты ол кезде. Бірақ полигон тұтастай жабылып қалады деген, оны айтып отырған себебім, сол полигон жабылғаннан кейін біз талай халықаралық эксперттер, сарапшылармен кездескен кезде солар айтты. Жалпы ядролық полигон жасау деген оның өзі қай мемлекетке болса да өте қиын нәрсе ғой. Әрине. Өте шығынды нәрсе. Содан кейін оның техника, технология жағынан оның керемет ерекшеліктері бар. Енді соның бәрін тоқтатып тастау деген, ол да ешкімнің ойына келмеген нәрсе. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев осыны жасады. Сол арқылы дүние жүзінде талай саясаткерлердің көзқарасы өзгере бастады. Мұнан да жасауға болады екен ғой деген сияқты. Міне, бірақ өкінішке орай, одан кейін жабылған полигон жоқ қазір. Жоқ. Ал бірақ ниет бар. Өйткені кезінде Барак Обаманың қолдауыменен, осы Барак Обама өз сөзінде айтқан, осы ядролық қаруға қарсы қозғалыстың көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев деп. Яғни бұл мына біздің басқа елдер, басқа мемлекеттер, Америка сияқты алпауыт дүние жүзінің ауа райына ықпал етіп отырған, саясаттың ауа райына ықпал етіп отырған мемлекеттің басшысы сондай тану, мойындау деген, және сол арқылы сол Америкада ғана емес, одан кейін Оңтүстік Кореяда да сол үлкен саммиттер өткізілді. Ал енді жалпы осы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің бастауыменен талай мына бұрынғы жаңағы бағытпенен келе жатқан дүниелерге басқаша көзқарас пайда болды. Ал Қазақстан танудың өзі не үшін? Қазақта мақал бар, елін танытатын ер дейді. Ал бұл қандай ел екен дегенде, оның басшысы қандай? Оның басшысының қабілеті қандай? Оның дүниежүзілік қоғамдастықпен қарым-қатынасына қабілеті қандай? Мүмкіндігі қандай? Әрбір мемлекеттің басшысымен кездескен сайын, ол кісі оған үлкен дайындықпен келіп, ол мемлекет туралы да, және ол мемлекетпен Қазақстанның қатынасы туралы сол әлгі қатып қалған стереотип, стандарт емес, сондай екі мемлекеттің арасында
кәдімгідей өте мүдделі қарым-қатынас орнататындай жағдайларға бастамашы болды. Одан кейін кездерде естеріңізде жақсы білесіздер, мысалы Шанхай ынтымақтастық одағы құрылды. Бұл да Нұрсұлтан Назарбаевтың 1996 жылы Шанхайда біздің бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған Тәжікстан, Қырғызстан, Ресей, Қазақстан, төртеуі, мына жақтан Қытай. Ал енді сол кезде шекаралық келісім Қытай мен осы бұрынғы жаңадан біз мемлекет болған республикалар арасында ең алдыменен әскери сенім шаралары туралы келісім болды. Одан кейін қару-жарақты қысқарту жөнінде келісім болды 97 жылы. Содан кейін Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысыменен Алматы қаласында сауда экономикалық қатынасты қалыптастыру, жасампаздық жұмысыменен шұғылдану келісімі болды. Міне содан бермен қарай қанша экономикалық жаңалықтар келді. Экономикалық реформаларымызды өзгертуге және оның мына халықтың тұрмысына тиімділігіне қанша шетелдік инвестициялар келді. Міне осы бастамалардың нәтижесінде. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев оларды жаңа сіз сұрайсыз, себебі неде деп ойлайсыз? Өйткені сол құбылысты бұрыннан зерттеп білді ол кісі, және соған не керек екендігін білді. Сол қандай жағдайда ол біздің мына жағдайымызға оң әсер етеді. Ең негізгі президенттің мақсаты да сонда өзінің халыққа айтқан, өзі жыл сайын жолдауында да айтатыны, бірінші мәселе ол реформаларды елдің тұрмысын, әлеуетін көтеру үшін. Содан кейін сондай жағдайда әлем тану үшін, қазақ деген ұлттың кім екенін, Қазақстан деген мемлекет қандай мемлекет екендігін санасу үшін әлем мына Қазақстанмен қарым-қатынас жасау керек екен. Тектен-тек санаса бермейді олар. Оларға да өздерінің мүддесі керек. Сол мүддесінде олар қандай әріптестік жаңалықтарға қол жеткізе алады. Мына жаңағындай әуел баста Кеңес одағы тарағаннан кейін Европада әсіресе Қазақстанды көрмеген жерде біз туралы пікірлерін жақсы білеміз ғой, қандай көзқарастары болды. Олар бізге келіп көріп, біздің адамдармен сөйлесіп, барлығы бұл сауатты екен ғой. Содан кейін талай әзілдеріміз де болды ғой. Сендер ойлағасыңдар ғой, біз енді түйе жетектеп жүрген шығар деп ойлағасыңдар деген сияқтыларда әңгімелер болды ғой. Міне осылай әлемге мойындатып, танытып, санасатын жағдайда бізге қай уақытта болса да бұның өзі елдің мүддесі үшін, елдің қуаттылығы үшін, қай заманда, қай кезде біз бұндай дүниежүзілік дәрежеде танылып едік. Әр уақытта осыны біз қадірлеп жүргеніміз жақсы. Енді Әмірхан Мұратбекұлы, сіздер халықаралық конференцияларды ұйымдастырасыздар ғой. Мысалға енді жаңа айтып отырған антиядролық қозғалыс мәселелеріне де байланысты халықаралық конференцияларды шетелдерге де барып ұйымдастырған шығарсыздар. Иә, әрине. Жаңа айтқандай, қазір жоспар бойынша басқа облыстарға ары қарай келесі жылы келісіп отырмыз. Сол Қостанай және Кереку Баян жеріне ары қарай Шығыс Қазақстанға да жоспарымыз бар. Әдеттегідей жаңа айтқандай. Бірақ шет мемлекеттердің ішіндегі өздеріңіз естіген шығарсыздар, жаңа Қуаныш Сұлтанұлы өте жақсы жаңағы ядролық проблемалар жөнінде өте ашып айтып берді. Осы мәселе бойынша мына Хиросима, Нагасаки қалалар біздің мынау Қазақстандағы байланысты бізбен сол осындай неден қиындықтан өткен халық. Сондықтан бірге бір жоба ұйымдастырып, негізгі осы жобаның басы-қасында болған біздің елшілік, Жапониядағы Ерлан Бардарбек Қожатаев, сол кісімен бірлесе отырып және министрлікпен бірлесе отырып үлкен кешенді түрде 300-ден астам үлкен экспонаттардың барлығын Жапония мемлекетіне Токиоға апарып, оны о жерде үлкен жаңағы ашылу салтанатын өткізіп, 350 ғалымдар, жан-жақтан келген жапондық, бұрын білмеген, Қазақстанды көп білмейтін халық жиналып, жаңа тек қана біз осы тақырыпта ғана емес, жалпы қазақ мемлекеті қандай мемлекет? Біздің тарихымыздан бастап біраз нәрселерден жерде ашып көрсете алдық сол көрмеде.
Олар таңғалып, одан кейін әрине көрмеден кейін үлкен халықаралық конференция ана ООН университетінде көп мемлекеттер өткізбепті. Соның ішіндегі мына елшіліктің арқасында сол университетте көрмемен бірге үлкен халықаралық конференция өткізді. Халықаралық конференцияда негізгі анау ГОИ-дің төрағасы Сайынжы мырзалар, бұрынғы ООН-ның генеральный жаңағы хатшының, генералдық хатшының орынбасары, солар сөз сөйлеп, бұрынғы министрлер келіп, жалпы елбасын осы антиядролық жаңағы жұмысын, дүние жүзіндегі үлкен көлемдегі жұмысын мойындап қана қолмай, ашып өз тұрғыларында ашып берді, керемет. Біз әрине оған қатты таңғалдық, өйткені жалпы Жапония ғалымдары Қазақстандағы осы жұмысты басқарып отырған елбасының жұмысын біледі екен. Әрине биылғы жылы осымен шектеліп, келесі жылы Азербайжан мемлекетіндегі осындай үлкен Назарбаев орталығы сияқты Алиев орталығы бар. О жерде де біздің былтырғы жылы бірге барып үлкен келісім шартқа отырдық. Келесі жылы сол мемлекетте келісім шарт бойынша осы тақырыпта және басқа да тақырыпта, мысалы елбасының қазақ еліне, қазақ мемлекетіне жасаған еңбегін, сонымен қатар Гейдар Алиевтің Азербайжан мемлекетіне жасаған еңбегін көрсетіп, үлкен халықаралық деңгейдегі дөңгелек жаңағы стөлде отырыстар, конференциялар, көрмелерімізді алып барып, осындай біраз шараларды өткізейік деп отырмыз. Сонымен қатар Ресейге де жоспарымыз бар, Москваға. Оған да жақ келісім шарттарға отырып дайындалудамыз. Одан кейін Башқұртстанда үлкен университеттерінде халықаралық конференциялар өткіземіз. Жақсы. Енді елбасының мына түркітілдес елдердің кеңесін құрудағы рөлі үлкен. Қазірге дейін осы ұйымның қадірменді ақсақалы ретінде оны бүкіл түркітілдес елдер құрметтейді. Жалпы осы ұйымның болашағы қалай болады деп ойлайсыздар? Бұл тәуелсіздік алған алғашқы күннен басталған бастамаларының бірі елбасы. Ақыры әр қайсысыменен кездесу өткізіп жүріп, әрбір кездесуінде осының бүкіл түркі халықтары үшін қаншалықты маңыздылығына ол кісі мән бергізіп, өзі мән беріп отырып, өз әріптестерінің, басқа мемлекет басшыларының көздерін жеткізіп, қолдауына ие болды. Оны бүкіл халқымыз жақсы біледі. Қазір қараңыз, Түрк академиясы Қазақстанда жұмыс жасап жатыр. Бүкіл түрік мәдениеті, түрксой, басқа салаларда, мына жағы тек билік тармағы емес, мына руханият жағында қанша шаруа жасалып жатыр. Қазір осылардың барлығына осы үлкен қозғау салды. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, мәселен Нұрсұлтан Назарбаев ол кісі ресми президенттік лауазымнан кеткеннен кейін түрк әлемі ол кісіге қандай құрмет көрсетіп жатыр. Және бүкіл түрк әлемінің ақсақалы деп сондай. Бұл халықтың бірлігі ғой. Бұл тек бір кісінің абыройы емес. Бұл бүкіл халықтың абыройы. Біз әлгі өзіміз сол болып тұрғанғы кезде мүмкін мән бермеуіміз мүмкін. Жағы ой осылай болады ғой деп. Ал енді бұл түптеп келген кезде әрбірден кейін біздің осы жаңа тарихымызда жаңа Әмірхан Мұратбекұлы айтып отыр ғой. Жаңа музейде барған жерлер, оның бәрі жай көрсету емес. Ол біздің тәуелсіздік заманымыздағы қазіргі жаңа тарихымыздың насихаты, соның көріністері осы. Қоншаға, Әмірхан аға, сіздерге көп-көп рахмет. Қадірменді көрермен қауым, осымен анығын айтқанда хабарын аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар. Рахмет.